Балалар, бүгін біз тәжірибе жасаймыз, Жанартаудың атқылауы деген. Оған бізге керекті заттарымыз су, кәдімгі жылы су, мынау ас содасы, аналарымыз үйде қолданатын ас содасы, содан кейін бояғыш қолданамыз, содан кейін барып ыдыс аяқ жуатын сұйықтық. Содан кейін мынауымыз уксус, сірке суы. Сірке суын қолданамыз, содан кейін барып құм. Осыны араластырып, қазір мен сендерге тәжірибе жүзінде көрсетемін, жарай ма балалар? Бізге қарап отырыңдар қазір. Міне 4/1 бөлігіне су құямыз, мына жуық суымызды құямыз былай. Кішкене тартып жүрейік. Жылы суымызды құямыз. Сосын барып үстіне мынау ас содасы. Ас содасынан 2 қасық салуымыз керек. Енді мына ас содасын баклажкаға сала алмаймыз, сондықтан былай кінемені жасап, былай салайық. 2 қасық саламыз. Екі қасық салдық. Енді бұның аузын жауып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне араласты, балалар. Енді бұның үстіне бояғышты құямыз. Бояғыштан кішкене құяйық. Түсін өзгеру үшін бояғыш қолданамыз. Бояғышты қолдандық. Оның үстіне мынау күнделікті үйде қолданатын ыдыс аяқ жуатын сұйықтық. Осы ыдыс аяқ жуатын сұйықтығымызды қосамыз үстіне. Қараңдаршы балалар, не өзгеріп жатыр түсі? Қалай болып жатыр? Қараңдар. Енді бұны араластырмай қоя тұрып, мына құм. Осы құмды қазір мына жерге былай саламыз. Бәріне сал. Қойайық. Балалар, осының үстіне біз мынау сірке суы. Үйде күнде аналарымыз қолданатын сірке суын біз қауіпсіздік ережесін сақтайық, балалар. Кішкене артқа бетіп отырыңдар, артқа қарай бетіңдер. Енді осыны құйып көрейік. Міне көріңдер ме, балалар, қалай Жанартауымыз атқылап жатыр, Қараңдаршы. Көріңдер ме, балалар? Бүгін біз Жанартаудың атқылауы деген зерттеу жүргіздік, Бұдан кейін де осындай неше түрлі зерттеу жүргізуге келесіңдер ме сендер бізге? Сол кезде тағы да ендігіде басқасын көрсетемін сендерге. Қалай қандай күшті Жанартауымыз атқылап жатыр екен,